2025-те әлемді шолытатын 3 главный эстетика. Ең бірінші қарапайым жұмысшы эстетикасы. Осы жылы прям қарапайым стильде, қарапайым стиль емес, жұмысшы стилінде болатын ерекше эстетикалық стильдер. Яғни дәл осы фотолар көріп тұрғандарыңызда бір жұмыс дейтін бір эстетика болады. Қоңыр, қара түсті араласқан осындай оттенктағы осындай бомберлер, осындай күртелер, осындай жилеттер, осындай бомберлер кәдімгідей прям в тренде болады. Аяқтарыңызға осындай лофер кию, яғни доктор Мартин стиліндегі осындай лоферлар кәдімгідей прям эстетикасы актуальны болады. Егерде масс-маркеттерға кірсеңіздер, дәл осындай комбинезондар қазір прям кәдімгі бүкіл жер сатылады. Яғни бұл жерде осындай жұмысшы эстетикасында осындай комбездер кәдімгідей басқаша эстетика прям бомба болайын деп тұр. Екінші эстетика аспанда қалықтап жүрген бохо стилі. Бохо стилінде қыздар наоборот күшті қылдырып, прям женственнее қылдырып, осындай неше түрі валандармен әдемі қылып алсаңдар болады. Немесе крутая вайп болады десеңдер, примерно осындай вайптарды, эстетикаларды қарастырып көріңдер. Әсіресе осындай аяқ киімдер, осындай үлкен белдемшелер, осындай рубашкалар, осындай күртелер кәдімгідей бохо эстетикасын прям анық-қанық көрсетеді. Байқаған шығарсыздар, осындай үлкен белдіктерді қазір қыздар киіп, кәдімгідей басқаша бір жаңа эра, жаңа аура келіп жатыр, иә. Ал мынау үшінші эстетика максимализм стилі деп айтылады, яғни максималды түрде қолымызда не бар, соны бәрін үстіне тағу стилі, яғни өзінің басыңа не келеді, шектеусіз өзіңде киіндіру деп аталады. Өзіңнің басыңды шектеме дегенде, мына стиль өзіңнің қалай басыңа келеді, солай кие саласың. Мысалы, көйлек, шалбардың үстіне көйлек кию, көптеген украшениялар тағу, осындай галстукты беліңе орау, немесе рубашкаларды қоса осылай юбка секілді кию, немесе бір-біріне ұйқаспайтын украшениялар толтырып тағып алу, кепканың үстіне осылай шарф тағып алу, даже осылай да шарф тағып неше түрлі стилизация жасап, әртүрлі стильде өзінің басына келгенше, басыңа келген идеяны прям өмірде жасап кие салу деген сияқты ғой бұл жерде. Басыңа ойыңа не келеді, солай киін деген секілді шектеусіз эстетика стилі, яғни бұл эстетика өте еркін, жаңа аура, жаңа энергия болмақ.